Dünyasının menен 70 memleketini araladım. Bәрін білем. Европа мемлекеттері, мысалы, дамыған мемлекеттер, ол жерде өркениетті, демократиялық дамыған, бәрі көбейту кестесі сияқты бәрі жазылды. Ол жерде қандай президент келсе де, сол көбейту кестесімен жүріп жатады. Бітті. Ол ешкім өзгеріс жасаймайды ол жерде. Бәрі жақсы жүреді. Себебі орнықты. Ал бізде мына дамыған мемлекеттер, дамып келе жатқан мемлекеттер, оның бәрі біз бірде былай, бірде ор, бірде қыр, солай болып жатыр. Соған біз жетуіміз керек, 100 жерден болса да. Бірақ Қазақстанның өзіміздің ұлттық сана сезіміміз, ұлттық жүйеміз, өзіміздің тіліміз, дінімізбен жетуіміз керек. Өз Қазақстанның өз орнын алу керек. Міне соған арманымыз сол. Дүниежүзілік процестен біз былай шетте қаламаймыз. Бәрі соған келу керек. Бірақ оған 200 жыл керек шығар, 100 жыл керек шығар, 50 жыл керек шығар. Жаңағы сөзден кейін бәрі менің ойымда, сіздің ойыңызда, ағаның ойында бір нәрсе, біз солай өркениетті елдердің қатарына қосылуымыз керек. Біздің бала-шаға немерелеріміз жаңағы коррупциясыз, сыбайлас жемқорлық білімі бар ма? Оқиды. Білімі бар ма? Сияқты өседі. Білімі бар ма? Жасайды. Ешқандай солай болу керек. Сол дүниеге жету керек. Ол дүниеге жету үшін жаңағы демократиялық жүйеге жету үшін 10 жыл ма, 20 жыл ма, 30 жыл, 50 жыл ма, 100 жыл ма білмейміз. Соны тездету керек. Сіздің арқаңызда, менің арқамда. Соны біз тездетуіміз керек. Тез сол жүйеге апаруымыз керек. Мысалы. Енді болды ғой 20 жылда бай болып, кедей болып, енді ары болмайды. Ары қарай енді или катастрофа болып кетуі мүмкін, или бір нормальный жүйеге түсуіміз керек. Екінің бірі енді. Қашанда бұл жіңішке созған сайын бәрі үзіледі ғой. Енді үзілуге келіп қалдық. Сол жерден сіздің жұмысыңызда мен айтайын деген просто. Осыған әсер етсеңіз, сол ой. Құдай қаласа, біреу. Сіздер қолдау дәлелдесеңіз. Мынау сізді, мысалы, Арыстан бабқа барған кезде жаныңыз өзі бір ақпарат сезеді ғой, энергия. Мынау тура сол. Сіздің жаныңыз сезді, сол жаныңыз сол Құрандағы мына сүрелермен байланысты. Міне мынау Жебелі ғалейхиссаламмен данышпанның кездесуі, ол Ясин сүресінің ақпараты. Орайға түсіндіңіз бе? Сана емес, караголовной мозг емес, жан сезіп тұр дейді ғой. Бірақ бұнда жаңа Құранның несімен не қылады ғой? Анау негіздейді. Абайдың сөзі бар ғой. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың сүр сәулесі дейді. Міне сеансынан қарап жатқан кезде жүрегіңіз ашылды да, Алла тағала өзі нұр беріп мыналарды көрсетті.